Сәлеметсіздер қомытүгімдер және біз бастаймыз. Бізде бүгін білгені Кузбасс дейді. Қазір біз энде хор бізде бастаймыз. Бізде бастайтын боламыз. Бізде айтып қояйын 5 жыл болды осы каналдың құрылып аяқ басып келе жатқанына. Так, аяқта бізде асқақти күй тартып жатыр, енді өзім білесіздер ғой. Қазақ тілі жоқ, сіздерге енді қазақ тілін аударуға тырысам. Телеп тихонько субтитр барлығы бар. Құрметті өндірегі жалғастыратын боламыз. Бізде асқа уақыт сөбей шамалы айттаған. Бізден бастайық анда, көп сөйлемей бастайық. Я. Долго еще ехать? Так. Нет, почти приехали уже. Көп жүреміз дейді, жоқ, шамалы жиған дейді. Что вы не успели познакомиться со своей бабушкой, пока она еще была жива. Біз өзіміздің анамызбен, әжемізбен танысқан жоқпыз тірі уақытында дейді. Я познакомлю Аришу со своей бабушкой. Они подружатся. Мен Аришаны өзімнің әжеммен таныстырам дейді. Ну вот и приехали. Міне осы Все жерге на келдік. выход. И все? И че? Ё-моё. Дверь авто. Ногым так. Қыз ба ол ма? Қыз ғой, қуыршақ жасап тұр. Мына мамасы, әкесі, білмеймін, енді өзінің қатық болды. Не олай екен? Бізде не бар? Ештеңе жоқ. Ол не істейміз? Амуля, папуля не істейміз? Кіреміз де, шығамыз да жайды. Мен шықсам ғана шығады, бала. Ой, Все бляха. за мной. Жерек. Төтір қазір. Төтіңіздер. Мамуля, күте тұрыңыздар. Чой, бляха. Білмеймін, неге? Нормально? Есті жаппай ма? Мен жасылайын. Так, қандай? Қазір күте тұрыңыздар. Рахмет. Мен ешкім күтпейді. Так, Жигули. Ничего. Пятнарик. Да? Пятнарик дейді ғой. Пятнарик. Так, біз арға жалғастырайық. Так, 3 қабатты үй міне. Енді бүкіл қалада бар ғой бұндай. Бұндай бар шығар енді. Так, дала бұлтты бізде. Міне мусорный ящик толып тұр. Ешкім білмеймін. Площадка детский дейді ғой. Мына жерде әжелеріміз отырады, шемішке шақады, өсек соғады. Мына жерде айтады, мына жерде біз Жарақ, мына жерде что-то лагает, лагает. Түсірсейсің десем алға түсірейін, сәл. Нормально, все. Так, кешіріңіздер күтіп қалғандарыңызға. Домофон жоқ па мына жерде? Не істейміз? Славик, подними ключ. Он должен быть под ковриком. Давай, Славик. Менікі ма Славик, ё-моё. Мынау кім сонда? Антошка, да? Дверді бұл. Мен ау спортсмен ғой, ё-моё. Мен сонда Антошка ұлмын ғой, нақыс әйеліміз. Мамамыз ё-моё, әйеліміз. Мамамыз не, чё? Чё? Нормально, да? Все. Я бастайық. Так. Под ковром дейді енді. Так, қандай өкілді? Кірдік жайды. Так, бізде қалайды? Кузбасс, Кузбасслак деген болды ондай. Мне занимать кровать. Я понимаю, что ты здесь вырос, но мне здесь как-то не по себе. Не тревожься. Всего одну ночь. Так, бізде бұл жерде қандай бір кішкентай бала ініміз біздің айтты. Біз барайық, кірейік. Дейді. Мен өзім жататын жерімді іздеймін. Мамасы айтады, жоқ, болмайды. Бұл жер қандай бір түрлі, маған ұнамайды дейді. Ал әкесі айтады, жоқ, біз бір күн ғана қонамыз дейді. Білмеймін, мамасы қайтыс болды. Бұлар уже бастады. Не істейміз, бастаймыз, арға жалғастырамыз. Ініміз қайда? Бляха, анау кім дағы? Ёпты вашу мать, университет. Мразь. Сонда әкеміз білмеймін неге екенін. Қара. Мынау біздің әжеміз, қара. Көзін жатыр, еп, тұшмайды. Что-то ашулы да? Ашулы что-то. Так, сөйтіңіздер. Экранын жарығын көтерейін, қазір сөйтіңіздер. Күте тұрыңыздар. 2 минуту. Так, құрметті өндірегі жалғастыратын боламыз. Міне. Опа.
Біз көп сөйлемей жалғастырайық, бастайық. Міне, мына баяғы уақытта болған енді бізде ностальгия болып отқан шығар сіздерде енді. Баяғы уақытта бөлесіздер ғой енді. Біздің ағаларымыз, әпкелеріміз болған енді сол уақыттар. Мен он уақытта болмаған. Қабырғаға ілу, мындай, міне біздің қарындасымыз. Бұл қыз, бұл қарындасымыз екен. Мен түсінбедім. Анюта, кровать. Давай все, кроватьқа жатайық, не істейміз? Сөйлесіп, мияулап, не істейміз? Давай, Анюта, давай, ұйықтаймын. Все. Ұйықтаймыз, все. Анюта бәрі болған, бәрі. Ұйықта, давай. Біздің атымыз кім? Братик, проснись. Ау. Бляха, қайда ол? Не болды? Қайда ол? Ой, как ты интересно придумала. Что? Я интересно придумала, что? Тише, не разбуди родителей. Қайдасың, а? Мразь. Мразь, қайдасың? Ой, как ты интересно придумала. Не придумала. Передумала. Тише, не разбуди родителей. Жарайды. Жынды күтме. Тошы май. Жынды eno. Иә, жынды. Мен саған едім. Саған ана айтып жүр енді. Ой, как ты интересно придумала. Нерсе придумала, нерсе ойлап таппын мен. Антюха ма, Мантюха, давай. О, Славик, привет. А мы с бабушкой играем. Хочешь с нами? Аня, что ты здесь делаешь? Бабушка же умерла. Нет, она живая. Вот же она стоит. Бляха. Фух, кажется, это был просто сон. Да, просто сон. Да. Мразь. Странно. Аня что, уже проснулась? Ты уже проснулась, тетя моя? Дала қараңғы блин енді. Проснулась, да, проснулась. Дауысын шығарайын тема. Че? Ага. Че? Мен дауысын сіздерге қатты шығар, мен дауысым қатты шықпайды шығар енді. Мен өзімді шамалы регулировка дейді ондай. Баптабуларын қолдану керек бізге. Так, ата-анамыз қайда жатады? Мына жерде білмеймін, есік барлық жабық. Қағаз. Бляха, ана жақта. Апарып тастаған ғой. Все. Типа не? Похоронили, да? Жерлеген ғой ана әжесін. И чё? Проснулся Ой, наконец-то. бляха. Садись кушать. Вы же умерли. Бабушка у тебя, конечно, пожилая уже, но еще не настолько, чтобы помирить совсем. Куда вы дели мою сестру? Ты как с бабушкой разговариваешь? Какая еще сестра? Иди лучше мусор выброси, пока я тебя не наказал. Все, міне. Білмеймін неге екен. Енді менің бір ойым бар. Бұл әжесі міне ата-анасын дуалап тастағанда біздің қарындасымызды бір жерге тығып тастаған. Сол енді. Друж, емана, привушка, а? Еркек сияқты ғой ема түріне қаш. Не, еркек пе, еркек. Еркек деп ойлап қойсың ғой. Мамасы да ничего, бәрі болған. Баласын ұрысып жатыр, наказал. Кеттік қазір. Все. Біз осы үйдегі неміз андай? Разнорабочийміз ғой шеде. Бүкіл үйдегі қалалық балалардан білесіздер, қаладағы үйдегі тірлікті білесіздер. Кім қоқыс төгеді екен, кім ақылды болғысы келеді? Давай. Деп. Үстінде қабатқа шыға алмаймыз, жарайтамыз. Енді бұл жерде подъезд өте жақсы екен. Подъезд деген жер міне. Кім білмейді ауылдағы адамдар міне көрсетіп қояйын. Мен домофон кнопкасын басасың. Енді ол жерге бір тас тірейді да, есікті ашып қоя салады. Енді таңға ауа кірсін деп мына жерде домофон болады. Енді біз мусордан қай жақта екенін білеміз. Мына жерде. Бляха, мынау жаңағы. Это же кукла Анюта. Анютаның Что она здесь қуыршағы делает? осы жерде не істеп жүр дейді. Здесь происходит что-то странное. Нужно скорее найти сестру. Мусор ше? Мусор все, да? Ой, бляха, анау кім тағы? Кімсің, Бля, анау кім тағы? Атып шыққаныз? Жынды күтме? Да, ана жерде бір тұрба. Біраз жол емес андай. Еді бір район кішкентай, иә? Так, район кішкентай, және қоршалған. Енді басқа райондарға шығамаймыз біз.
Кандай бир нені канализация ма енді? Что-то странненько, да? Странненько. Осылай бәсе. Мен өйткені жаңа көзімді ашыған жаңа көзімізге дәрі тамызған болатынбыз енді. Болады енді көзіміз шама кебін кіріп кетті. Анда сухой болады ғой, сухой көздер болады. Сондайға жаман бізде. Мен көзім сондай болып кетеді сразу. Көзім қызарып. Бір шамалы осылай. Смартфон шама прохождение бастан болды, осылай бастайды. Петнариктің ішінде жоқ па? Жарайды. Мына кісі кім екен? Эй, подойди-ка. Ага. Виталик. Не болды? Привет. Это Ага. же вы приехали вчера вечером. Я. Да. А что? Ага. Та старуха в квартире не твоя бабушка. Пойдем со мной, я тебе все расскажу. Там происходит что-то странное. Но почему ты не можешь рассказать все здесь? Здесь оставаться опасно. Ага. Эта ведьма может появиться в любой момент. Угу. Ладно, показывай дорогу. Ой, бляха. Қайқа. Неге жанмен жүресің? Привычка, да? Қайқа. Байқа, Есік кір ма? Тесік, бәсе. Давай, крышный. Бірінші кір давай. Сізден кейін. Нам сюда. Давай скорей. Все? Посмотреть рекламу? Ничего себе. Так енді бізге енді бастамасы тамаша. Енді біз сіздерге бастамасын айтып кетейін. Кім түсінбеді айтайын енді бізде. Енді бізде бір отбасы. Біз отбасының үлкеніміз. Енді отбасы мүшесіндегі үлкеніміз. Біздің әкеміз бар, анамыз бар. Және біз өзіміз және біздің қарындасымыз бар. Және әкеміздің әжесі бар. Ол әжесі қандай бір құпия бір өзінің денсаулығына байланысты қайтыс болады. Енді бұл енді мұсылмандар емес, енді бұл енді христиан, бұлар енді бір күн өлікті үйге қояды екен. Енді бізде де үйге қойды ғой. Бірақ та бұларға бәрібір екен дейді. Бірге ұйықтай ма, сондай екен. Енді не айтамыз енді басқаша енді. Бұлар да сондай енді. Бұлар да дұға оқымайды, енді өздерінің басқаша салт нелері бар, ырым тыйымдары, діни жоралғылары бар, сол секілді. Енді ол қандай да бір күшпен өз-өзінен тіріліп кетті. Табыты жоғалып кетті, аяқ астынан біздің қарындасымыз жоғалып кетті. Әкеміз бен анамыз айтады: сен қандай да қарындасың, қандай да қарындас деп қойды, қарындасың жоқ сен дейді. Көрдің ба? Что-то не то здесь. Ал біз бұны келесі бөлімге қалдыратын боламыз. Так, өзіме қоңыртығымдар, біз өзіміздің видеомызды аяқтаймыз. Егер қойдабеңіне жазылыңыздар. Ссылка с описаниесінде. Комментарий қалдырыңыздар. Лайк басыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.